Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай өте дәмді әрі әдемі болып тұратын, столдарыңыздың сәнін ашатын, бір тестадан жасалынатын көше нандар жасайтын боламыз. Ал кеттік. Ең алдымен ыдысымызға дрожжамызды, қантымызды және де міндетті түрде жылы су құйып, жақсылап араластырып, кішкене уақытқа көтерілуге қоятын боламыз. Екінші ыдысымыздың үстіне алдын ала дайындалып алған жылы сүт, жылы су, тұз және де майымыз салып жақсылап араластырып, үстіне көтерілген дрожжамызды қосып, және де ұн салып, міндетті түрде жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамыр жұмсақ болса, біздің күлше нандарымыз да жұмсақ болып шығады. Мінекей, қамырымызды жақсылап билеп алдық. Қолымыз кішкене майлап, 25-30 минутқа көтерілуге қоямыз. Көтерілген нанды мінекей осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Жұмыс жасау оңай болады. Қамырмен мінекей тағында кішкентай бөліктерге бөліп шықтым. Күлше нан болғандықтан майда бөліктерге бөлдім. Қолының көмегімен зуалар жасап аламыз. Менде осылай 8 күлше нан, 4 булочка тәрізді думалақ формадағы кішілеу нан және де ұзын 4 бөлікті ұзын нандар шықты. Міндетті түрде зуаларды жасап алғаннан кейін кішкене уақытқа көтерілуге қоямыз. Сол кезде қамырмен жұмыс жасау оңай болады. Мінекей осылай кішкене тындырып алғаннан кейін өз формаларына келтіріп аламыз. Осылай түйіп, листімізге жайластырып аламыз. Мінекей осылай ең асты жағына қойып, листімізге жайлаймыз. Міне күлше нандарымызды жасап аламыз. Осылай ортасын ғана басамыз. Шетін қатты басып жібермеңіздер. Жұмыртқамызды жағып, жағына өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әрлесеңіздер болады. Мен мак пен күнжіт пайдаландым. 220 градуста осылай пісіріп аламыз. Міндетті түрде сізде де жазып көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Міне қалған күлше нандарды жасап духовкаға салып алдым. Осылай жасасаңыздар, столдарыңызды ашып, сәнін келтіріп тұрады. Алас болсын, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.